Валиханова Аружан, нөмір 9-шы лицейінің 9-шы сынып оқушысы. Қарағанды индустриалды университетінде 5-11 сынып оқушылары арасында өткен республикалық пәндік олимпиаданың қалалық кезеңінің жеңімпаздары марапатталды. Олимпиадаға қаланың барлық мектептерінен 1500-ге жуық оқушы қатысты. Жалпы білім беретін пәндер бойынша ең үздік білгірлер облыстық және республикалық деңгейде қаламыздың намысын қорғады. Олимпиада желтоқсан айында өтті. Бұл қалалық кезең болды. Бірінші орын алған оқушылар қаңтар айының басында облыстық кезеңге қатысты. Біздің мектеп оқушылары онда да жүлделі орындарға ие болды. Кейбір қатысушылар республикалық кезеңге де өтті. Математикалық бағыттағы пәндер бойынша 9-11 сыныптар арасында бірінші орын алған 25 оқушыға дипломдармен қатар Қарағанды индустриалды университетінде оқуға 50% жеңілдік беретін сертификаттар табысталды. Біздің университет Қарағанды облысының аймағындағы алдыңғы қатарлы университеттердің бірі болып табылады. Бұл жерде зертханалар заманауи үлгіде өте сапалы білім беріп жатырмыз. Осы университетті бітіріп шыққан түлектердің 96%-ы жұмысқа орналастырып, осы еліміздің түкпір-түкпірінде қызмет атқарып жатыр. Енді бүгінгі мына олимпиада жеңімпаздарына, республикалық олимпиаданың қалалық жеңімпаздарына біз университеттің атынан 50%-ық жеңілдік беріп жатырмыз. Олимпиада қорытындысы бойынша қаланың үздік командалары анықталды. Инновациялық мектептер арасында бірінші орын нөмірі 1 гимназияға, екінші және үшінші орын 1 Теміртау классикалық лицейі мен Тоқтар Әубәкіров атындағы гимназияға берілді. Жалпы білім беретін мектептер арасында бірінші орынды Ғабиден Мұстафин атындағы мектеп, екінші орынды нөмірі 19 мектеп, үшінші орынды нөмірі 27 мектеп иеленді. Мен қалалық кезеңде орыс тілі мен әдебиеті пәніне қатысқан болатынмын, және де бірінші орын алып, облыстық кезеңге өттім. Маған орыс тілі мен әдебиеті пәні өте қатты ұнайды, себебі 5-ші сыныпта маған оны орыс тілі пәні мұғалімім сол пәнге деген махаббатты бойыма сіңірген болатын. 11-ші сынып бітіріп, мен халықаралық қатынастар мамандығына түсейін деп жатырмын. Себебі ағылшын тілі пәні, орыс тілі пәні сияқты жаныма жақын. Мен биология пәніне қатыстым, бірінші орын алдым. Маған 50% жеңілдік берілді. Осы универда оқуға қобалжудамын кішкене. Бірақ өте қатты қуаныштымын және алғысымды білдіремін. Бұл олимпиада оқушыларға өздерінің қабілеттері мен дағдыларын көрсетуге мүмкіндік берді. Олимпиаданың басты ерекшелігі тапсырмалар тек мектеп бағдарламасына негізделіп қана қоймай, логикалық ойлау мен сауаттылықты да бағалау болды. Тоғжан Сағынбекова, Гүлжан Сейсекеева, Ақан Сері Али Асқаров, Теміртау жаңалықтары.